Алағайын мынау Асқар Алатаудан кеп Сарыарқаның самалына осы бетімізді тосып отырған жайымыз бар. Қазір біз Етнауылда отырмыз. Ең алғаш Астанаға келген кезде жаңағы көзім жауын алар биік ғимараттарды араладық. Ғимараттардан кейін осы Етнауылға келгенде ерекше сезімде отырмын. Енді өзімізде Шыбағатымен ауылды ержеттік қой. Сондықтан ауыл деген ұғымның қадір-қасиеті қашанда біз үшін жоғары. Сол сияқты Астананың төрінде Етнауыл ашылған екен. Кірген бойда сол баяғы жайлау еске түсіп, келіп тұрған қазақ үйлері, Алтыбақан, қазақ үйдің ішіндегі қазақ ұйымдардың бәрі сол өзіміздің салт дәстүрді еске түсіреді. Неше түрлі базарлық алуға болады. Қазақы белді, әмиян, сырға, жүзік, әсіресе қыз балаларға таптырмайтын олжалар көп бұл жерде. Сондықтан кіріп қазақиланып шығуға болады бір сөзбен айтқан кезде. Біз қазір неміс халқының ас үйінде отырмыз. Бір ерекшелігі неміс халқының ас үйінде мынандай қазақтың қымызын ішіп отырмыз.